Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түрік тағамы сигара бүріктің рецептісін бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ол үшін бізге картопты суға пісіріп аламыз. Картоп ыстық күйінде үстіне сары май, тұз қосып пюре жасаймыз. Және де сырды үкіштен өткізіп араластырамыз. Сырды неғұрлым көп қоссаңыздар, дәмді шығады. Одан бөлек бізге лаваш қажет болады. Мен сырный лаваш алдым. Сіздер басқа да лаваш алсаңыздар болады. Ең бірінші лавашты видеодағыдай етіп, пышақтың көмегімен бөліп аламыз. Лаваштарымыз дайын болды. Дайын болған пюрені лавашқа салып орайтын боламыз. Оралған жеріне су тигізіп жабыстырамыз. Қалғандарлығын барлығын видеодағыдай етіп ораймыз. Барлығын орап дайындап алдық. Енді тавамызға сұйық май құйып, сигара бөріктерімізді қуырып аламыз. Сигара бөріктеріміз дайын болды. Ыстықтай өте дәмді болады. Дайындап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған ардақ. Рецепт ұнаған болса, лайк, коммент қалдырып кетіңіз.